Интеллект нақты құрал ретінде қолданылады. Алматыда өткен республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысушылар чат-боттардан бастап нейрожүйелер негізінде жасалған авторлық жобаларын таныстырды. Ресей, ақш және басқа да елдердің сарапшылары қатысқан жиыннан тілшіміз Аршын Кемелжанның материалын көрейік. Алматы экономикалық колледжінде өткен конференцияға еліміздің көптеген қаласынан оқытушылар қатысты. Соңғы жылдары колледж мұғалімдері жаңа технологияларға ден қойып отыр. Бірі жасанды интеллект негізінде электронды сабақ кестесін жасаған. Екіншісі әдеби шығармаларды AI технологиялардың көмегімен салынған комикс арқылы оқытуды ұсынып отыр. AR, VR технологияларында болашақ жұмысшы мамандары үшін пайдасы көп. 24 жыл көктемнен бастап Алматы экономикалық колледжінде көрушілік диджитал педагог деген курс ұйымдастырдық. Сол курстың аумағында барлық педагогтар жасанды интеллекттің негіздерін игерді. Сосын оларға біз талап қойдық. Жаңа 24-25 оқу жылынан бастап жасанды интеллектті оқу процесіне енгізесіздер деп. Сол үрдіс басталды. Республикалық конференцияда жасанды интеллекттің білім берудегі авторлық үлгілері көрсетілді. Мысалы, оқытушы Шыңғысхан Рахан Google компаниясының Netbook LM қызметін пайдаланған. Осы құралдың көмегімен студенттерге үй тапсырмалары автомат түрде беріледі. Сондай-ақ күрделі тақырыптарды әртүрлі форматта мысал арқылы тез меңгеруге көмектеседі. Әр мұғалім өзінің жұмыс жасау процесінде алдымен өзінің планын, яғни зерттейді, оларға қосымша материалдар қосады, керек болса жасанды интеллект арқылы оны арттырады және қосымша деректер қосады. Соның нәтижесінде біздің материалдар уникалды, яғни ерекше және тиімді болатынына біз нақты көз жеткізе аламыз. Жасанды интеллектті меңгерген педагогтардың жұмысын халықаралық сарапшылар бағалады. Олардың қатарында ақш-тағы IT компанияның негізін қалаушылардың бірі Дина Ерланда бар. Конференция қорытындысы бойынша қатысушыларға QR-код арқылы қорғалған дипломдар мен сертификаттар табысталады. Аршын Кемелжан, Валентин Лобанов, Хабар, Алматыдан. Жаңа технология қарыштап